Сәлем достар, сіздермен бірге Айсұлу, менің каналыма қош келіпсіздер. Бұл канал тігін, тұрмыстық эстетика және де қолөнер үшеуін бірге алып жүретін үлкен ауқымды канал болып табылады. Сондықтан да каналда неше түрлі қызықты тұрмыстық эстетикаға байланысты, жалпы бұйым, қолөнерлерді жасау жолдарына байланысты көргілеріңіз келсе, соны және де іске асырғыларыңыз келсе, менің каналыма жазылып қойыңыздар, және де қалыс жібермес үшін будильник батырмасында басып қоюды өтінемін. Сіздерге түк емес шығар, бірақ мен үшін ол үлкен мотивация және де әрі қарай каналымның дамуына үлкен прогрестер жасайтын әрекеттер болып табылады. Сондықтан достар, өтініш подписация етіп немесе лайк басып кетіңіздер. Әрине сіздерге жалко болмаса. Ендеше бастаймыз, кеттік. Бүгін сіздермен осындай кокон комбинезон тігіп үйренеміз. Күрте матасы синтепон флистен тұратын кокон комбинезон күзгі және көктемгі серуендер үшін нәрестеге таптырмас ыңғайлы киім болып табылады. Керекті материалдар және дайын лекала төменде видео сипаттамасында жазулы тұр. Қалаған кездеріңізде жүктеп алуларыңызға болады. Алдымен лекала бойынша көрсетілген бөліктерді қиып аламыз. Күрте матасын синтепон және астар матамызды әрқайсысын бөлек-бөлек лекала бойынша қиып шығамыз. Коконды негізгі 3 бөлік құрайды. Ол артқы және алдыңғы және капюшон бөліктері. Дәл видеода көрсетілгендей. Нәрестені коконға оңай орналастыру үшін 2 замок қажет, және оларды желден қорғайтын осындай бөлік қиып аламыз. Ал резеңке бөлігі бізге капюшон мен алдыңғы бөліктерді нығыз ұстау үшін пайдаланады. Ең бірінші барлық бөліктерді, яғни синтепонды негізгі матамыз куртка матасына қосып, жан-жағын қоршап тігіп шығамыз, дәл видеода көрсетілгендей. Одан кейін замоктары желден қорғайтын бөлігін 2 бүктеп, басын ойық жақтарын тігіп шығамыз. Сыртынан тағы бір мәрте басып тігіп шығамыз. Енді осы бөліктерімізді коконымыздың артқы бөлігіне, яғни астыңғы бөлігі, соған оң жағына оң қаратып, видеодағыдай бейнелермен бекітіп қосып алып, үстінен тігіп шығамыз. Мінекей дәл осындай болады. Енді біз ары қарай замогын тігуіміз керек. Ол үшін замокты қасына жанына орналастырып, ең бірінші қарап аламыз, қай жағы бізге қажет екенін замогының. Сол жағын біз оң жағымен оң қаратып, бір-біріне түйістіріп, оң жақ беттерін инемен бекітіп аламыз да тігіп шығамыз.
мінекей мына жерде көрсетіп тұрмын сіздерге шатастырмас үшін. Және де замокта тігуге арналған арнайы лапка болады. Оның бір жағы барда, бір жағы жоқ болады. Бос болып келеді. Ол арнайы замоктарды тігуге арналған. Мінекей замоктарымызды нақтылап инемен бекітіп аламыз. Және де соны үстінен тігіп шығамыз. Замогымыздың қай жағында, мысалға оң жағында замок орналасса, біз лапкамызды міне сол жақта қалады. Солай біз замокқа нақты максималды түрде тақау арқылы тігіп шығамыз. Мінекей дәл осындай болды. Енді бір тексереміз. Және де екінші жағында қасына қойып осылай тігіп аламыз. Енді келесі беті, замогымыздың келесі беті қай жақта орналасу керек, яғни ол астыңғы бөлікте. Соны тігетін боламыз. Ол үшін де дәл солай жасап бекітіп аламыз, бір-біріне қараймыз. Түйісу точкалары қандай, қай жерде тұрғанын барлығын нақты біліп алу керек. Осы жерде бір айта кететін жайт, замокты тігер кезде үстіңгі жағынан 1-1,5 немесе 2 сантиметрде қалдырыңыздар. Ол бізге ішкі астар матамызды тіккенде, яғни тігіске керек. Сол үшін қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді алдыңғы бөліктің астар матасында бір-біріне қосып тігіп аламыз. Және де видеода көрсетілгенде әрі қарай жанынан да тігіп кетесіздер. Астыңғы бөлікті тікпейміз әзірге. Одан кейін бұрыштарын қиып тастаймыз. Артық замоктың шығып тұрған бөліктерін бізге олар кейін аударғанда кедергі болмау керек. Одан кейін осы алдыңғы бөліктің алдына резинкесін саламыз. Ол сол жердің ұзындығының жартысына тең болу керек. Қиып аламыз да оны дәл видеода көрсетілгендей әр жерден іліп тігіп шығамыз. Енді капюшон бөлігінің астар матасында тігіп шығамыз. Міне көрсетіп тұрмын, осы жерін тігеміз, ал үстіңгі жоғарғы бөлігін әзірге тікпейміз. Осы капюшонға да енді біз резинке орналастырамыз алдыңғы бөлігіне. Ол алдыңғы бөлігінің шығыңқы жерінің ұзындығының жартысына тең болады резинкенің ұзындығы.
және де оны әр жерден іліп қадап тігіп шығамыз. Бірақ та осы жерде астыңғы бөлікпен бірге қатар тікпеуге тырысыңыздар. Тек қана тігістің айналасында тіккен дұрыс. Міне көрсетіп тұрмын видеода. Одан кейін енді капюшонымызды артқы астыңғы бөлікке, негізгі бөлікке тігеміз. Ол үшін екіге бөліп дәл ортасын тауып алып, екі бұйымның да бір-біріне орналастырып, инемен бекітіп, тігіп шығамыз жан-жағынан. Замок тігілген тігістің үстінен тігуге тырысу керек, себебі біз кейін қарай оң айналдырған кезде алдыңғы замоктың тігістері көрініп қалуы мүмкін. Сондықтан тігістен кішкене үстінде немесе 1 миллиметрге артығырақ тіккен дұрыс болады. Енді астыңғы бөліктерін бірге тігіп тастаймыз. Бұл жерде тігетін кезде синтепонмен үстінен өтеміз, сондықтан да осылай қолмен екі жақтан баса отыра тігу керек, себебі лапкамызға қадалып қалуы мүмкін, қыстырылып. Және де замогымыздың мына бөлігін осылай келіп перпендикулярны тігіспен кетіп қаламыз. Және де әр жерден осылай қайшымен қиып шығамыз. Бізге кейін қарай оң аударған кезде әдемірек болу үшін, грубы болып тұрмас үшін. Енді астыңғы бөлігіміздің астар матасын саламыз. Ол үшін капюшонның астар матасына қосып тігу арқылы, неке видеода көрсетіп тұрмын. Әр жердегі өзінің шығыңқы точкалары сәйкестендіріп алып, әрі қарай біз замоктың үстінен тігіп кетеміз. Астыңғы бөлігін әзірге тиіспейміз. Енді біз капюшонның үстіне осындай әдемі пух саламыз. Ол кез келген ескі курткаларыңыздың пухтары болуы мүмкін. Осыны дөңгелетіп тігіп алып, қадап шығамыз. Енді барлығын теріс айналдырып, мінекей астыңғы бөлігін тігеміз жақсылап. Ортасынан кішкене орын қалдырамыз, бізге теріс оң айналдыру үшін қажет.
Ал мына бөлікті біз осылай ұзыннан тігіп тастаймыз тігіске. Замоктың жандарынан ешқандай да қуыс, тесік қалдырмас үшін. Әрі қарай 90 градусқа машинамызды бұра отыра, яғни бұйымымызды екінші жағын тігемізде ортасынан екі қалдырамыз. Енді барлығын оң айналдырып алып, сыртынан осылай ішке қарай екі бүктеп, бір-біріне түйістіріп, тігіп шығамыз сыртынан. Капюшонымызды енді әр жерден астар матамен біріктіре отыра іліп шығамыз, екеуі екі жақта ойнап жүрмес үшін. Мінекей осындай бізде бұйым пайда болды. Көккін комбинезон нәрестелерге арналған, өте ыңғайлы, сондай жылы, сондай мамық. Сіздерге тігуге кеңес беремін, ешқандай да қиындығы жоқ, сондықтан да қателесуге қорықпаңыздар, тігіп көріңіздер. Достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менен неше түрлі бұйымдар және тағы да басқа нәрселерді күтіңіздер. Және де сіздерге қандай да бір сұрақ туындатып жүрген бұйымдарыңыз болса, оның жасалу жолын білмесеңіздер, немесе киім болса да, осы жерге комментарий қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.